Сәлем менің YouTube көрермендерім. Жаңа жылдарыңызбен маған комментария жазып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл өте маңызды. Тіркеліңіздер ұнаса. Мен раскладымды бүгін қандай жаңағыдай жігіт ойыңызда болмаса бір сырттай ғашық болып жүрген бір ер азамат соған ашайын деп отырмын. Сыртыңыздан кім ұнатып жүр сізді? Соны ашып көрейік. Сырттай кім ұнатып жүр? Олай болса бастайық. Сырттай кім ұнатып жүр сізді? Бұл жерде өткен ол екеуіңіз жүруіңізде әбден мүмкін, бұрынғы отношение, бұрынғы қарым-қатынас. Бұл жерде қимастық бар, әлі ұмыта алмай жүр. Екінші жағына келетін болсақ, бұл верховная жрица. Бұл дегеніміз негізгі мағынасы бұл түйсігі алдау және подсознание дейміз ғой, жаңағы белсенді әрекет етпейсіз. Сіз белсенді әрекет етпейсіз бірге болуға, жаңағыдай интуицияға сенесіз, бір адамды күту. Сіз ол адамды күтесіз. Бірақ өзіңіздің түйсігіңіз тыңдамайды. Болашағыңыз әрқашан оң, бірақ карта нәтижеге қашан жеткізетінін жаңағыдай айта алмайды. Өйткені жағдай әлі жетілмеген. Бұл жерде бір-бірлеріңізді күтесіздер, бір-бірлеріңізді іштей ұнатасыздар, жақсы көресіздер, бірақ әлі жағдай жетілмеген деп тұр. Пентакли. Бұл адамды сырттай ұнатып жүр сізді, бірақ сіз оны күту керексіз. Бірақ сіз оны күту керексіз. Әлі жағдай жетілмеген, күту керек деп тұр. Ары қарай кеттік, ары қарай ашып көрейік. Сыртыңыздан кім ұнатып жүр? Сіз де оны іштей ұнатады екенсіз, бірақ әлі жағдай жетілмеген дейді, күту керек дейді. Қыз күту керек, қыз келіншектер күту керек бұл жерде, ер азаматты. Ол ер азаматта сізге деген көңілі бар. Қаражат мәселесі де жаңағыдай беру, алу деген сияқты болып тұр. Королева жезлов шықты бұл жерде. Бұл сіз сүйіспеншілікпен, жаңағыдай құрметке лайық жансыз, темпераментті әйел болуыңыз да мүмкін. Бизнеске келетін болсақ, сәттілікке ұмтылыс бар, билік, ана болуыңызға ұмтылыс бар бұл жерде, қаражат мәселесі, бірақ әлі бұл жаңағыдай сіздің қаражат мәселеңіз де жақсы, бірақ беру болмаса алу деген сияқты бір нәрсе болайын деп тұр. Жаңағыдай күту керек деп тұр. Қаражат мәселесінде күту керек бұл жерде. Жаңағыдай жігітті де күту керек. Еш нәрсе істемеңіз деп айтқым келіп тұр қазірше. Жігіт өзі хабарласады, өзі бір кездесулер орын алып қалуы мүмкін, бірақ қыз-келіншектерге күту керек. Сол адаммен жаңа бір өмір қарым-қатынасын құрып кетуіңізде әбден мүмкін. Басыңызды ештеңеге қатырмаңыз дегім келеді. Сіз жаңағыдай императрица. Бұл жерде даму картасы шықты. Өз-өзіңізбен жаңағыдай дамып, ары қарай өмір сүруге мүмкіндіктер алуыңыз мүмкін. Болашаққа ана болу деген сияқты арман мақсаттарыңыз бар екен. Бәрі алда, бәрі жақсы болады. Жаңағыдай
өткен қарым-қатынас, бұл адаммен өткен қарым-қатынасыңызда болуы мүмкін. Соны қайта-қайта ұмыта алмай ойлай бересіз. Сізге күту керек деп тұр. Бұл менің раскладым сіздерге сәйкес келмесе, онда бұл сіздің раскладыңыз емес, өзіңіздің видеоңызды күттіңіз деп айтқым келеді. Ендеше қорытындылай кетейін. Бұл жерде ұмыта алмайтындай бір қарым-қатынас болуы мүмкін бұл жігітпен. Сіз оны күтіп жүрсіз. Ол да сізге бір ұмыта алмай жаңағыдай әрекет жасағысы келеді, бірақ әлі жағдай жетілмеген деп тұр, күту керек деп тұр. Өте жақсы, белсенді, жаңағыдай өз интуицияңызға сенетін сондай жан екенсіз. Сізге тек қана күту керек деп тұр. Жаңадан өмір бастауыңыз да мүмкін. Ешнәрсеге басыңызды қатырмаңыз, бәрі алда, бәрі жақсы болады. Сізге күту керек деп тұр. Сіз де ол адамды, бұл ер азаматты ұнатасыз, қарайлап тұрсыз, күтесіз. Бұл жерде де күту күтіп тұр. Күту, көбінесе күту. Бір-бірлеріңізді жақсы көреді екенсіздер, күту керек сияқты. Жігіт өзі әрекет жасайды. Осымен менің видеом аяқталды. Қош сау болыңыздар.